Келесі 1203 есебіміз. Осыдан 3 жыл бұрын ағасы мен қарындастарының жастарының қосындысы 15 жас болды дейді. Ағасын X-ті ағасы деп белгілейік. Ал Y-ті қарындасы деп алайық. Енді осыдан 3 жыл бұрын болса, яғни жастарынан ағасы X жаста болса, 3 жыл бұрын болса, X азайтылған 3 болады. Қосылған, ал қарындасы 3 жыл бұрын болатын болса, Y азайтылған 3 болады. Тең болды бізде 15 жасқа. Енді осы кездегі дәл қазіргі ағасы мен қарындасын жасының қосындысын білу үшін X пен Y-ті қосамыз. Тең 15, екеуінің қосындысы минус 6 болатын болса, неға плюс 6 болып өтеді. Сонда плюс 6. Дәл қазіргі екеуінің қосындысы жастарынікі 21-ге тең екен. Енді 3 жылдан кейінгі жастардың қосындысы неше болады дейді. Оны шығару үшін X қосылған 3 дейміз, яғни ағасының дәл қазіргі жасына 3 жылды кейінгі жасты қосамыз. Қосылған дәл солай Y қосылған 3 тең дейміз. Бұл жерде X пен Y-тің қосындысы 21-ге тең, дәл қазіргіге 21-ге қосамыз. 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең болады. Тең болады екен 27 жасқа. Яғни 3 жылдан кейінгі жастардың қосындысы 27 жас болады екен. Келесі 1204 есебіміз. Координаталық сәуледе Q-міз 4,3-те орналасқан, яғни мына жеріміз 4,3-те. Пи-міз 6,9-да орналасқан. Осы координаталық Q мен P нүктелердің кескінделген сандардың арифметикалық ортасы болатын нүктені әріппен белгілеп, оның координатасын жазыңдар дейді. Яғни екеуінің дәл ортасы қанша деп тұр арифметикалық ортасы. Оны табу үшін біз 4,3 пен 6,9-ның қосындысын бөлеміз 2-ге. Яғни 2 санымыз бар. Ол тең бізде 11,2 бөлінген 2. Сонда ол 5,6-ға тең болады. Яғни қандай бір әріппен өрнекте деген, яғни әріппен өрнектейтін болса 5,6-ға тең екен. Яғни арифметикалық ортасы 5,6-ға тең. Яғни ортасының шамалы бір қадам алды қарай жылжиды. Сонан жеріміз 5,6 деп белгілесек болады. Келесі 1205 есебіміз. Пойыз екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші жартысын 72,175 км сағат жылдамдықпен 2,4 сағат жүрді дейді. Бірінші жартысын, бірінші жартысын. Сонда бірінші жартысы қанша екен білу үшін S-ті табу керекпіз. Ол дегеніміз 72,175 км сағатты көбейтеміз сол жартысын жүрген уақытқа. Ол бізде 2,4 сағат болады. Сонда ол жартысы 174,6 километрге. Яғни жолдың жартысы 174,6 километр. Енді толыққанды жол қанша екенін білу үшін осыны 2-ге көбейтеміз. Сонда жалпы жолымыз S дейміз, S1, S2 деп алайық. 174,6 километрді көбейтеміз 2-ге. Оның нәтижесі 349,2 километр болады. Бұл бізде толыққанды жолымыз. Енді орташа жылдамдықты білу үшін біз осы барлық жолды 349,2 километрді бөлеміз осы жолды жүрген уақытқа. Ол деп отқанымыз 2,4 сағат қосылған 3,6 сағаттың қосындысы. Тең 349,2 километр бөлінген сағатын сонда 6-ға тең болады. Сонда оның орташа жылдамдығы 58,2 километр сағатқа тең болады екен.